істер жөніндегі хатшысы Дэвид Кэмерон БА және британдық делегация мүшелеріне елімізге қош келдіңіздер. Бүгінгі нәтижелі келіссөздердің мән-маңызын өте ерекше. Қазіргі әріптесім Дэвид Кэмерон Астанаға ресми сапармен екіжақты қарым-қатынастардың бекітілуіне үлкен үлес қосатынына сенімдімін. Кездесулер барысында Қазақ-Британ күн тәртібіндегі мәселелер ғана емес, Орталық Азия, Афғанстан мен жалпы Еуразия кеңістігінен бірқатар өзекті тақырыптар ортаға салынды. Сонымен қатар Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан ауқымды әлеуметтік өзгерістер төңірегінде де пікір алмастық. Осы тұста президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың еліміздегі саяси және экономикалық реформаларды қолдаған үшін британдық үкіметіне алғысымды білдіремін. Жалпы көптеген екіжақты және халықаралық мәселелер бойынша елдеріміздің ұстанымы екенін ерекше қанағаттан атап өтемін. Жаһандық деңгейдегі үстемдік саралап, диалогымызды одан әрі жалғастыруға уағдаластық. Осы тұрғыда британдық тарап Украина мәселесін бөлек көтерді. Өз кезегінде әріптесіне еліміз үшін кез келген қақтығыстың бейбіт жолмен шешуі аса маңызды екенін жеткіздім. Қазақстан стратегиялық бейтарап саясатын ұстанып отырғаны айтылды. Ең бастысы, біз біріккен ұлттар ұйымының егемендік, тәуелсіздік және территория тұтастық сияқты іргелі қағидаттарын сөзсіз қолдайтынымызды жеткіздім. Құрметті ханымдар мен мырзалар, Ұлыбритания Қазақстанның аса маңызды әрі сенімді әріптесі. Сондай-ақ ең ірі сауда және инвестициялық серіктестігіміздің бірі екенін мәлімдеу орынды. Екі елдің қарым-қатынастарының тамыры терең әрі тарихы айтарлықтай бай. Қазақ-Британ шежіресі қаншалықты ауқымды болса, олардың болашақта сондай орасан зор екеніне күмәніміз жоқ. Соңғы жылдары екі ел арасындағы сындарлы саяси диалог пен жан-жақты ықпалдастықты кеңейтуге бағытталған қомақты әрі жүйелі іс-әрекеттер жасалуда елдеріміздің санкциялық іс-қимылды кеңейту мен тереңдетуге деген ортақ ниеті бар. Осы бағытта күш жұмылдырып, бірлесе жұмыс істеуге дайын екенімізді қуаттадық. 11 жыл бұрын Кэмерон БА үкімет басшысы ретінде Қазақстанға шеккен сапары барысында ынтымақтастығымызды стратегиялық әріптестік деңгейін көтеру туралы бірлескен мәлімдеме жасалған еді. Ал бүгін Қазақстан мен Ұлыбритания арасында стратегиялық әріптестік пен ынтымақтастық туралы келісімге қол қойып, қатынастарымызды жаңа белеске шығарды. Бұл тарихи маңызы бар әрі кешенді құжат Астана мен Лондонның саяси, сауда-экономикалық және инвестициялық байланыстарына тың серпін беретініне күмәнім жоқ. Қадірлі достар, біздің екіжақты ынтымақтастығымыздың дән өзегі сауда-экономикалық және инвестициялық байланыстар екені сөзсіз. Осы ретте алыс-берісімізді әрі қарай ұлғайтып, өзара сенімді және тиімді жобалар мен бастамаларды қолға алуға деген ортақ ниетімізді растадық. Елімізге озық технологиялармен тартумен қатар аса маңызды ғылыми зерттеу әлеуетімізді дамыту мәселелері талқыланды. Былтыр екіжақты тауар айналымы 1,2 миллиард долларды құрады. 20 жылдан бері британдық тікелей инвестициялар көлемі 17 миллиард долларға жетті. Өткен жылы Ұлыбританиядан экономикамызға тартылған инвестициялар 20 пайызға өсіп 795 миллион долларды құрады. Қазіргі таңда 600-ге жуық британ бизнесі капиталының қатысуымен құрылған кәсіпорындар еліміздің дамуына үлкен үлес қосуда. Олардың қатарында Shell, Rio Tinto, Ernst & Young, AstraZeneca және тағы басқа дамыған компаниялар бар. Алайда экономика саласында біздің әлеуетімізді әрбір толық пайдалануға керек деген пікірде бәрімізге ортақ. Сондықтан өзара ықпалдастықтың қарқынын арттыра түскен жөн. Келіссөздер барысында Астана әуе компаниясының жақында IPO-ға шығуына және Астана халықаралық қаржы орталығының құрудағы Ұлыбританияның рөлін айрықша атап өтті. Жақында Лондонда қабылданған қазба минералдарға қатысты жол картасы ескеріп, маңызды шикізат ресурстар, транскаспий халықаралық көлік дәлізін дамыту және жасыл энергия салаларында озық жобаларды жүзеге асыру мүмкіндігін қарастырды. Сонымен қатар ғаламдық сын-қатерлерді еңсеру, оның ішінде климаттың өзгеруіне қарсы, қоршаған ортаны қорғау және су ресурстарын тиімді басқару сияқты бағыттарда бірлесе жұмыс атқаруға келістік.
Өз кезегімізде Лондон мен сауда және инвестициялық байланыстарымызды кеңейтуді тағы да растадық. Қамтатын мұралар Қазақстан мен Ұлыбритания үшін ортақ құндылықтардың бірі адам капиталы. Соңғы жылдары білім саласындағы әріптестік қарыштап, яғни британдық ғылым және білім беру жүйесі біздің студенттер мен ғалымдар үшін әрқашан тартымдылығының ерекше деңгейі. Мысалы, биыл Лондонда Дахоус және Куинс университеттері арасындағы әріптестік және көпшілік бағдарлама бойынша келісімдер қол қойылған. Примус Capital және Ардной колледжінің уағдаластықтарына сәйкес Қазақстанда 2 халықаралық мектеп ашу жөнінде жоспарымызда бар. Бүгін Оксфорд университетінде қазақ тілі курстарын ашу туралы меморандумға қол қойылмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың тарихымыз бен мәдени мұрамызды зерттеу бойынша тапсырмасына сәйкес бірқатар бастамалар қолға алынды. Мысалы, Британ, Оксфорд және Манчестер университеттері кітапханаларында, сондай-ақ ұлттық мұражайында қазақ халқының тарихына қатысты маңызды қолжазбалар мен кітаптар табылды. Осыдан 5 ғасыр бұрын, яғни 1567 жылы британдық дипломат Энтони Дженкинсонның қазақ жер картасы жарық көрген. Осындай бай әрі дәрігерлер келешекте өзінің әрі бағасын тауып, екі елді жалғайтын тоғыз факторға айналатыны сөзсіз. Қадірлі қуаттылығымызда, құрметті достар, бүгінгі келіссөздер дәстүрлі достық, өзара қолдау және сенім рухында деп аталады. Қол жеткізілген уағдаластықтар баяндалады деген сенімдемін. Қазақстан мен Ұлыбританияның арасындағы саяси диалогтың сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықтың өрісін кеңейту біздің ортақ мұратымыз деп тұжырымдауға толық негіз бар. Сөз соңында жоғары мәртебелі қонағымыз Мұрат Нұртілеу және барлық британдық достарымызға мазмұнды келіссөздер үшін тағы да алғыс айтамын. Қозғалған істеріңіз бен бастамаларыңызға сәттілік болсын. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Келесі сөз кезегі Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Құрама Корольдігінің сыртқы істер, достастық және халықаралық даму министрі Дэвид Кэмеронге беріледі. Well, thank you very much for that warm welcome and for the very constructive talks that we've had this afternoon. As you reminded us, relations between our countries go way back into the 16th century. But of course, what I want to mark is the 11 years it's been since my visit here as Prime Minister in 2013, and to remark on the extraordinary progress that your country has made. Progress economically, socially, politically. It is really exciting coming back here to Astana and seeing how much has changed. Obviously, 11 years ago, we started that strategic dialogue, and it's right that today we signed this strategic partnership cooperation agreement, a huge agreement covering every avenue of our cooperation. And I think that has been huge progress in our relationship over these past 11 years. We see it in education, where we have British institutions established here in Kazakhstan. And we want to add to that. Today I can announce the doubling of the achieving scholarships for young people from Kazakhstan to study in the United Kingdom and to come back and serve in your country and hopefully in your government too. We made huge progress on the economic cooperation. Prime Minister, you gave some of the figures of the amount of British companies, of the great success of Astana, which Britain was an early investor in, and of course all the collaboration in oil and gas. We're proud that the UK is a top 10 investor into your country, but as you said, I think there's so much more to come. And that is where we should be focused. We've recently signed a partnership on critical minerals, and we have exciting proposals for British mining companies to be involved in that area. There's a lot more work I think we can do on small business. We've been talking about how to make sure we remove bureaucracy and barriers to small and medium-sized businesses becoming established here and working here. And so I think across all of the areas, whether it's education, whether it's economy, whether it's energy, whether it's climate change, there's a range of things that we can do in partnership that I want to see happen in the year ahead, in the years ahead. I just want to make a broader point about
this visit that I'm making to the Central Asian republics this week. And that is that we are not saying to Kazakhstan or any other country that you have to make a choice. We're asking you not to choose your partnership and trade with Russia or with China or with anyone else. We're here because we believe you should be able to make a choice to partner with us in the way that is good for both our security and our prosperity. As we were reflecting, you are in a vital region with Russia, with China, with Iran, with Afghanistan, many global challenges that we've discussed and talked about. An important thing is for the UK to be here to say we want to be your partner, partner in education, partner on tackling climate change, partner on growing business, partner on giving young people new opportunities in your country. And we don't ask you to choose us or another power. We say we're here so you have a choice. That's the spirit in which we come, that's the spirit in which we have these meetings, and of course in the case of Kazakhstan, where I came here 11 years ago, so much has been done on that agenda, but I'm quite convinced that the best still lies ahead. Thank you very much indeed. Құрметті әріптестер, осымен іс-шара аяқталды. Барлықтарыңызға рахмет.